Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Бүгін сіздермен бірге редискамен өте оңай әрі тез дайындалатын жеңіл көктемгі салатты бірге жасайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ол үшін біздерге қияр, редиска, қаймақ, тұз, аскөк, көкпияз қажет болады. Барлығын осылай жуып, суынан кептіріп аламыз. Қиярымызды алып, дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап алыңыздар. Мен өзіме осылай жіңішке болып туралған ұнағандықтан осындай формада турап шықтым. Сіздер өз қалауларыңызша турай берсеңіздер болады. Барлығына ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады. Өте жеңіл салат. Қаймақты майонезбен болмаса айранмен алмастырсаңыздар да болады. Қаймақпен жасау міндетті емес. Міне осылай қиярларымызды турап аламыз. Қиярларымызды турап болғаннан кейін редискамызды тураймыз. Екі басын кесіп, бұны да жіңішке етіп турап шығамыз. Сіздер өз қалауларыңызша ортасынан бөліп, айшық етіп турайсаңыздар да болады. Барлығын өз фантазияларыңызға байланысты турай берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қазақша рецепттер болады. Міне осылай видеода көріп тұрғандай турап саламыз қиярымыздың үстіне. Өте оңай әрі тез жасалады. Әсіресе қонақ келіп қалған жағдайда өте жылдам қайнатуды талап етпейтін салаттардың бірі. Енді көкпиязымызды тураймыз. Қаласаңыздар салаттың үстінен ірі етіп сүйіп шықсаңыздар болады. Мен арасына қостым. Аскөгімізді де, петрушкамызды да дәл солай етіп майдалап турап арасына салып жібердім. Тұзымызды сеуіп, қаймағымызды саламыз. Міне салатымыз дайын болып жатыр. Барлығын араластырып, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Менімен болғандарыңызға көп рахмет назарларыңызға. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.
Міне салатымыз дайын. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.